Адам өмірінің 3/1-ін ұйқымен өткізеді. Себебі адамның ағзасы солай жаратылған. Күн сайын тұрақты уақытта дем алмасақ, ағзада ақау пайда болады. Тоқта. Бұл біздің арнаның жанры емес, және бұл бізге сәйкес келмейді. Егер адамды күшпен мүлдем ұйықтатпайтын болса, не болады? Сіздермен бірге Ерасыл, бүгін біз орыстардың жасаған ұйқы тәжірибесі жайлы айтатын боламыз. Дайын болсаңыздар, видеоны бастайық. Сіз орыстардың жасаған ұйқы тәжірибесі жайлы естіген боларсыз. Ресми түрде мойындалмаған, бірақ дәлелі көп құпия тәжірибе жайлы айтатын боламыз. Сіз өзіңіз ойлап көріңізші. Сізге ұйықтаудың қажеті болмаса, сіз не істейсіз? Түнгі уақытыңызды қалай өткізесіз? Мүмкін қосымша жұмыс жасайсыз ба? Әлде үй шаруасымен айналысасыз ба? Уақыт көбейіп кетті. Басыңыз қатып кеткен шығар. Тәулігіне 14 сағат қана ояу жүретін біздер үшін бұл ойландыратын сұрақ. Міне, тәжірибенің басты себебі осы, және мақсаты да сол. 1940 жылдары дүниежүзілік соғыс болғанын бәріміз білеміз. Әрине, басты рөлде Орекең. Сондықтан олар ұйықтамайтын мықты әскері болғанын қалады. Сол үшін орыс ғалымдары адамның жүйкесіне әсер ететін ұйықтатпайтын газ ойлап тапқан. Тәжірибені жүргізу үшін өмір бақи темір торға тоғытылған 5 қылмыскерді таңдаған. Ал қылмыскерлерге былай деген: сендер 30 тәулік ұйықтамайтын болсаңдар, бостандыққа шығасыңдар деген. Қылмыскерлер үшін мүмкіндік жоқ жерден мүмкіндік пайда болғандай көрінді. Содан 5 адамды бір вакуум ұйықтатпайтын газға толы бөлмеге кіргізген. Ал бөлменің бір қабырғасы тек сырттан ғана көрінеді. Яғни бақылау терезесі деген сөз. Бөлмеде дәретхана, тамақтанатын орын, кітап, жаттығу заттар, сол секілді өмір сүруге жағдай жасалған. Алғашқы 5 күнде тәжірибе адамдары қалыпты болған. 5 күннен кейін өздерінің өмір баянын айтып кеңесе бастаған бір-бірімен. Ал бір аптадан кейін олар кеңес айтқанды да қойды. Есесіне ысқырып бір түрлі қылықтар көрсете бастады. Бұл тек бастамасы еді. Ал 9 күннен кейін тәжірибе адамдарының бірі сағаттап шыңғырған. Тамағы бітіп қалса да айғайлау үшін жан таласып тырысқан. Ең қызығы және ең сұмдығы, басқа тәжірибе адамдары біреу осылай құтырып шыңғырып жатса да оған мән бермеген. Сонда тәжірибе жүргізушілер таңғалып, басқалары тірі ма деп оттегі керектену мөлшерін тексерсе, доп-дұрыс шығып тұрған. Ал 14 күннен кейін тәжірибе жүргізушілер бөлмеге кіріп тексеру керек деп шешті. Кірместен бұрын тәжірибе адамдарына ескерту берген. Қарсыласып немесе басқадай қылық көрсететін болса, атып тастаймыз деді. Бірақ тәжірибе адамдары бөлмеден шыққысы келмейтінін айтып айғайлаған. Содан тәжірибе жүргізушілер таңғалып, ұйықтатпайтын газды таза ауаға ауыстырды. Сонда тәжірибе адамдары ұйықтатпайтын газды сұрап айғайлаған. Сол сәтте 5 тәжірибе адамдарының біреуі қаза тапқан. Тәжірибе жүргізушілер тәжірибенің сәтсіз бола бастағанын байқаған. Сондықтан да соңғы 5 күні ол адамдарға ештеңе істемеді. Осылай тәжірибе аяқталып, тәжірибе жүргізушілер тәжірибе адамдарын тексеру үшін бөлмеге кірген. Сол сәтте қараса, кәріс құбырына олар өзінің кеуде еттерін жұлып, кәріс құбырын толтырып тастаған екен. Жарым жансары болып, қансырап жатқан мына 4 адамды бөлмеден шығарайын десе, олар шыққысы келмей айғайлаған, және олар ұйықтатпайтын газды сұрап айғайлаған. Осылай айғайлап төбелесіп жатып, олар қаза тапты. Осылай орыстың сұмдық тәжірибесі аяқталған. Бұның нақты шын өтірігін білмейміз. Бірақ сіз қалай ойлайсыз? Бұл шын болуы мүмкін бе, әлде өтірік па? Ал видеоны лайк басамыз және арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Өз ой пікіріңізді міндетті түрде комментарийге тастап кетіңіз.